Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қайырлы күн баршаңызға. Аллах күндеріңізге береке берсін. Иманды алайық дегенді өмірлеріңізде естіп көрдіңіздер ме? Короче, мына дос баланың жұмыстасы жазда Стамбулға кетіп батырады. Стамбулға кетіп батырады через Ақтау. Ақтау енді жазда дейтін сезоны, үй тауа алмай қаласың, үйдің бағасы көтеріліп кетеді. Бір құлсардан алады да, шығып жатқанда үй жалдап тастайды, короче, жарты ақшасын беріп тастайды. Яғни барғасын полный суммасын берем деп. Кейін жеткеннен кейін алақтың қалауымен қызы эпилепсия короче, судорога ұстап ауырып қалады. Сол кезде алады да скорый шақырады ана бала. И ана уақытта ана арендатель үй соғады ғой, короче. Не істеп кеттің, не істейсің, жалдайсың ба, адамдар сұрап жатыр да, апашка осылай болып жатыр жағдай дейді де, кружочкпен жібере қояды ғой, манадай скорый шақырып жатқан қызын, манадай ауырып жатқан. Сосын бұл тұрады да ақшасын кері аударып жібереді екен бұның жарты ақшасын. Үй жалдамаймын саған деп. Неге біз келісіп қойдық қой енді, мен үйді қайдан табамын, анау-мынау деп бұл жазып жібереді ғой. Сосын ана кісі тұрады да андай бір көрілетін фотомен, короче, заметкеге жазып жібереді ғой. Біз ешқандай да үй жалдамаймыз, короче, біз алаяқпыз дейді ғой. Бірақ сенің мына жағдайыңды көріп тұрып, біз сені алдай алмадық дейді ғой. Қараңыздаршы, адам алаяқ болуы мүмкін, бірақ бәрібір де жүректің түйсігінде бір мейірімділік болады негізі бар ғой. Бірақ ешқандай ондай мейірімділік жоқ адамнан қорқу керек та. Мен ойлаймын, ондай адамдар Алла қаласа иншалла дұрыс жолға түседі деп ойлаймын. Солай, құрметті достар. Түйін ғой енді, түйін. Кейде адамдар жағдайға қарайды, бірақ жағдайға қарамайтын адамдар да бар да.